Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектеновке. Бүгінгі депутаттық сауалым қарғын су қара шаңырағын ағызып әкеткен ағайынның арызы. Қызыл су арнасынан адасып аққанда қыларға амал таппаған адамдар, топан судың беті қайтқанда далада қаңғырып қаламыз ба деп қорқып жүр. 60 күн тасыған су 6 күнде қайтқанмен қияметін қайтарып әкетпейді деп, дәл 2 апта бұрын осы мінберден айтқаным да сол еді. Жерінің 800 шақырымынан Жайық өзені ағып өтетін Батыс Қазақстан облысындағы ағайынның ахуалы қазір арқамды аяздай қарып барады. Сәт сайын сан құбылған сандарға назар салсақ, Батыс Қазақстан облысында су тасқынынан 1292 тұрғын үйге зақым келген. Соның 116-сы Қаратөбе, 243-і Сырым, 218-і Бөрлі, 649-і Теректі, 43-і Бәйтерек, 6-ы Тасқала ауданында, ал 17 үй Орал қаласында орналасқан. Су астында қалған үйдің сыз тартатына, қабырғасы көгеріп, көпшілікті күркілдеген көк жөтелге душар қылатыны сараптамасыз ақ саналы адам түсінетін дүние. Батыс Қазақстан облысындағы тағы бір күрделі ахуал саяжай мәселесіне қатысты. Деркөл, Шаған және Жайық өзендеріндегі су деңгейінің көтерілуі салдарынан 14839 саяжай учаскесін су басқан. Оның 14466-сы Орал қаласында, 112-сі Бәйтерек, 245-і Бөрлі, 16-сы Теректі аудандарында орналасқан. Ол жақта мыңдаған адам тұрады. Саяжай дегенің қазақ үшін демалыс күндерін өткізетін емес, тұрақты тұратын орынға айналғалы қашан? Соның өтемақысына қатысты түсініспестік әлі тоқтамай тұр. Бұл өкінішті жағдай. Өйткені ағынды судың астында қалған саяжай иесіне қанша ақша беріледі, немесе қашан қай жерден басқа үй ұсынылады? Бұл деректер әзірге орталықтандырылмаған. Ақпарат жұртқа жедел жетуі шарт еді. Тасқын су тосыннан келгенде тосып үлгермеген мыңдаған қандас қазір Батыс Қазақстан облысында сең соққан балықта есеңгіреп қалды. Олардың әкімдікке барып, жанайқайын жеткізгенін дүйім жұрт көрді. Сондықтан онсыз да қарғын судың салдарынан қара шаңырақсыз қалған азаматтардың заңды талаптарын уақытылы орындауымыз қажет. Себебі мемлекет басшысы айтқандай, салаға жауапты шенділер жауапкершілік алудан қашып жүргенде ел ертең қақаған қыста қатып қалады. Нақты ұсыныс талаптар. Бірінші, су астында қалған баспана мен саяжайларды бағалауы тиіс комиссия жұмысын бірізге келтіру керек. Сол үшін әр аймақтағы комиссияның әр үй бойынша қорытындысы, негіздемесі, фото-видео дәлелдемелері нақты бір жерге жинақталуы тиіс. Екінші, баспанасы қираған саяжай иелерінің өтемақысы әділетті, толық бағалануы қажет. Үшінші, әр үйдің, саяжайдың, техника мен төрт түліктің өтемақысы қашан төленетіні әр қорытындының ішіне жүктелсін. Ол ақпараттармен барлық азаматтың танысу мүмкіндігі болуы шарт. Төртінші, су астында қалған мыңдаған саяжайдың ауласында лас қалдықтарға арналған шұңқырлары болды. Демек, ондағы қалдықтар су бетіне шықты. Сондықтан ол аумақтарға дереу санитарлық профилактикалық шаралар жүргізу қажет. Бесінші, үкіметтің маңызды қаулыларын бүгінгі төтенше жағдайға сәйкес өзгерту керек. Олардың осындай төтенше жағдайдағы үй беру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен өтемақы төлеу тетіктерін қайта қарау керек. Нақтылап айтайын. Төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйсіз қалған азаматтарға тұрғын үй беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы нөмірі 1222 қаулысына өзгеріс енгізу керек. Және жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын жай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы уәкілетті министрліктің 2022 жылғы 8 ақпандағы нөмірі 60 бұйрығына өзгеріс енгізілсін. Дәл осы қаулыларға қатысты өзгерістерді мінекей толықтай құжат түрінде дайындадық. Дәл осы сауалмен бірге жолдайтын боламыз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев.